Ағылшын тілі менің өміріме алғаш рет 2-ші сыныпта келді. Ол кезде мектебімізге жас ағылшын мұғалімі келіп, біздерге танымал брендтердің аудармасын айта бастады. Балалар, сендер біліп пе ме? Wash and go деген ол жуда жүр екен. Мә, соған шын ба? Ал Head and Shoulders деген ол бас пен иық деген. Мә, деп сол кезде шынымен де миым жарылып, маған үлкен жаңалық болды. Ағылшынға деген құлшынысым сол сәтте ашылды. Тіпті біз ағылшыннан сол мұғалімнің үйіне қосымшаға қатысатынбыз. Ол кезде маған ұнайтын бір қыз болатын, бірақ ол қыз мені ұнатпай, мені сол курстан шығартқызды. Солай қосымшаға бара алмадым ары қарай. Бірақ соның өзінде де сыныбымның үздігі болдым. Бірақ жаңа мектепке барғанда менің деген ағылшын білімім өзгерді. Ол жайлы келесі видеода айтып беремін.